Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Менеджмент мамандығы. Салық және салық салу пәні. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы көлік салығы. Арнайы пән оқытушысы Жармұхамбетова Рошан Асығатын. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты көлік құралдар салығын төлеушілер, салық салу объектілері, салық мөлшерлемелері, салық салу кезеңдерін қарастыру болып табылады. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер салық кодексі. 13-ші бөлім көлік құралдар салығы. 50-ші тарау жалпы ережелер. 365-ші бап салық төлеушілері. Меншік құқығында салық салу объектілері бар. Жеке тұлғалар және меншік шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығында салық салу объектілері бар. Заңды тұлғалар көлік құралдар салығын төлеушілер болып табылады. Лизинг алушы қаржы лизингі шарты бойынша белгіленген, алынған салық салу объектілері бойынша көлік құралдар салығын төлеуші болып табылады. 366-ші бап салық салу объектілері. Қазақстан Республикасында тіркелген немесе есепте тұрған, тіркелімді қоспағанда көлік құралдар салығы салық салу объектілер болып табылады. 51-ші тарау салық мөлшерлемелері, салықты есептеу тәртібі, төлеу мерзімдері. 367-ші бап салық мөлшерлемелері. Салықты есептеу айлық есептік көрсеткіштермен белгіленген мынандай мөлшерлемелер бойынша жүргізіледі. Салық салу объектісі двигателінің көлемі мынандай жеңіл автомобильдер текше сантиметр бойынша 1100-ге дейін қосалғанда 1 айлық есептік көрсеткіш, 1100-ден жоғары 1500-ді қосалғанда 2 айлық есептік көрсеткіш, 1500-ден жоғары 2000-ді қосалғанда 3 айлық есептік көрсеткіш, 2000-нан жоғары 2500-ді қосалғанда 6 айлық есептік көрсеткіш, 2500-ден жоғары 3000-ді қосалғанда 9 айлық есептік көрсеткіш, 3000-нан жоғары 4000-ді қосалғанда 15 айлық есептік көрсеткіш. Егер двигателдің көлемі 4000-нан жоғары болған кезде 117 айлық есептік көрсеткіш. Осы кестеге орай көлік құрал салығын есептеуге тоқталатын болсақ, мысалы, жеке тұлғаның иелігінде двигателінің көлемі 1300 сантиметр куб жеңіл автомобиль иеленеді. Шешімі бойынша салық салу объектісінің 1100-ден жоғары 1500-ді қоса алған кезде 2 айлық есептік көрсеткіш енгізілген. Яғни салық тең болады 2 көбейтілген 2651 теңге тең 5302 теңге. Мұндағы 2 салық мөлшерлемесі болып есептелінеді. 2651 айлық есептік көрсеткіш болып саналады. Қазақстан Республикасында 2013 жылғы 31 желтоқсаннан кейін шығарылған, жасалған немесе құрастырылған Қазақстан Республикасының аумағында 2013 жылғы 31 желтоқсаннан кейін әкелінген қозғалтқыштың көлемі 3000 текше сантиметрден жоғары жеңіл автомобильдер үшін салықты есептеу айлық есептік көрсеткіштермен белгіленген мынандай мөлшерлеме бойынша жүргізіледі. Салық салу объектісі қозғалтқыштың көлемі мынандай жеңіл автомобильдер текше сантиметр бойынша 3000-нан жоғары 3200-ді қосалғанда 35 айлық есептік көрсеткіш, 3200-ден жоғары 3500-ді қосалғанда 46 айлық есептік көрсеткіш, 3500-ден жоғары 4000-ді қосалғанда 66 айлық есептік көрсеткіш, 4000-нан жоғары 5000-ді қосалғанда 130 айлық есептік көрсеткіш, 5000-нан жоғарғы көрсеткіштерге 200 айлық есептік көрсеткіш. 369-ші бап салық төлеу мерзімдері мен тәртіптері. Заңды тұлғалар ағымдағы төлемдер сомасын төлеуді, ағымдағы төлемдерді енгізу арқылы салық салу объектілерінің тіркелген жері бойынша салық кезеңінің 5-ші шілдесінен кейін кешіктірілмей жүргізіледі. Салық кезеңінің 31 желтоқсанынан кешіктірілмейтін күн жеке тұлғалар үшін бюджетке салық салу мерзімі болып табылады. Жеке тұлғалар салық төлеуді тұрғылықты жері бойынша жүргізеді.
Көлік салығын эгов портал арқылы төлеу туралы келесі бейне жазбаға көңіл аударайық. Сәлеметсіз бе? Назарыңызға жеке тұлғалардың көлік салығын төлеу қызметі бойынша бейне нұсқаулықты ұсынамыз. Егер сіз жеке тұлға болсаңыз, бұл бейне материалдың көмегімен Қазақстан Республикасының электронды үкімет порталы арқылы көлік салығын төлеуді үйрене аласыз. Бірінші кезекте сізге портал жүйесіне кіру қажет. Өзіңіздің тіркелу кезінде енгізген жеке сәйкестендіру нөміріңізбен құпия сөзіңіз немесе электронды сандық қолтаңбаңыз арқылы жүйеге қосыла аласыз. Сіз жеке тұлғаның көлігі үшін салық төлеу парақшасындасыз. Онлайн төлеу деген сарғылт белгіні басыңыз. Қажетті жиектегі тізімнің қатарынан өзіңіздің көлігіңіздің түрін таңдаңыз. Жеңіл көлік, жүк көлігі, арнайы көлік немесе автобустар. Осыдан кейін көліктің ВИН коды енгізілуі қажет. Жаңа жиек пайда болады. Келесі жиекте көлігіңіз тіркелген салық органын көрсетіңіз. Ол үшін таңдау сілтемесін қолдана аласыз. Таңдау сілтемесі сізге салық органдарын көрсетеді. Сіз сол тізімнен өзіңізге қажетті салық органын таңдай аласыз. Одан әрі салық кезеңін көрсетіңіз. Соңғы жиекте салықтың теңгемен өлшенген сомасын көрсетіңіз. Мәлім соманың есептелуі үшін сіз жиекке жақын орналасқан салық есебі сілтемесін қолдана аласыз. Сілтеме сізді Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің салық комитетінің парақшасына ауыстырады. Барлық жиектерді міндетті түрде толтыру қажет екендігіне назар аударыңыз. Жиектерді толтырғаннан кейін сіз сұранымды жіберу белгісін баса аласыз. Одан кейін электронды үкіметтің төлем шлюзі парақшасына ауысасыз. Аталмыш парақшадан төлем тәсілін таңдайсыз. Сізге төлем картасы немесе сұраным шоты бойынша төленетін екі төлем түрі ұсынылады. Төлем картасы тәсілін таңдаған жағдайда келесі парақшадағы мәліметтерді тексеріп, одан әрі белгісін басыңыз. Жұлдызшамен белгіленген жиекті толтырыңыз. Төлеу түймесін таңдаңыз. Енді жеке кабинеттегі қызметтерді төлеу тарихы бөліміндегі электронды чек сіз үшін қолжетімді. Қажет болған жағдайда салықты төлегеніңізді дәлелдеу үшін басылып шығарылған чекті салық комитетіне ұсына аласыз. Назарыңызға рахмет. Электронды үкімет порталының қызметтерін пайдаланасыз деген үміттеміз. Портал жұмысына қатысты кез келген сұрақтар бойынша бізбен әлеуметтік желілер арқылы байланысқа шыға аласыз. Немесе бірыңғай байланыс орталығына 1414 және 8800 080 7777 нөмірлеріне қоңырау шалуыңызға болады. Қоңырау шалу Қазақстан бойынша тегін. Үйге тапсырма. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кірістер департаментінің ресми интернет ресурсы арқылы Қазақстан Республикасының заңнамасы бөлімінен салық кодексін жүктей отырып, 13 бөлім көлік құралдар салығы, 50 тарау жалпы ережелер, 365 бап салық төлеушілер, 366 бап салық салу объектілерін қарастырамыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.